Бүгін Ақтөбеде арнайы операция кезінде 4 лаңкестің көз жойылды. Содырлар Некрасов көшесіндегі пәтерлердің бірінде бой тасалаған екен. Өз еркімен берілуден бас тартқан қылмыскерлер арнайы жасаққа қарулы қарсылық танытқан. Аймақтағы тілшіміз Нұргүл Қонақбаева жалғастырады. Ақтөбеде бүгінгі таң тағы да атыспен басталды. Қаланың ескі бөлігіндегі Пантера қару-жарақ дүкені маңындағы Алтынсарин, Жанқожа көшелері мен отырар сауда үйі қоршауға алынып, жергілікті тұрғындар арнайы автобуспен көшірілді. Арнайы жасақ жүргізген лаңкестерді ұстау операциясы бірнеше сағатқа созылды. Атылған оқ дауысы бүкіл қалаға естілді. Нәтижесінде іздеуде жүрген лаңкестердің 4-еуі оққа ұшты. Қазір қаладағы жағдай тұрақты. Оқиға болған жерден алдын ала көшірілген тұрғындар пәтерлеріне қайта оралуда. Оқиға куәгерлерінің айтуынша, олар лаңкестермен көрші пәтерде қалай тұрғанын да сезбепті. По телефону позвонили, сказали. Бізге үйімізге телефон арқылы хабарласып, киініп сыртқа шығыңдар деді. Сосын тез жиналып шықтық. Түнде автобуспен алып кетті. Бәрі сол түнгі 2-лер шамасында басталған болу керек. Қазір пәтеріме кіргелі тұрмын, аман-есенмін. Сонымен қатар бүгін қаланың Мәскеу ықшамаудандағы Месоедова және Арынов көшелерінің қиылысында лаңкестердің жақтасы патрульдік полиция экипажына тегіс ұңғылы қарумен оқ атқан. Полицияның қарсы шабуылынан ол сол жерде жер жастанды. Оқиға болған жерде 2 тәртіп сақшысы жеңіл жарақат алды. Ал бейбіт тұрғындар арасында зардап шеккендер жоқ. Қазір күштік құрылым өкілдері қаладағы жағдайды тұрақтандыру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Нұргүл Қонақбаева, Айнадин Молдабеков, Хабар, Ақтөбеден.